Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет хит салаттардың бірі тайский салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады және мерекелік дастарханның сәнін келтіретіні сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен тәтті болгар бұрыштарымызды осылай солонка тәрізді қылып турап аламын. Сіздер өздеріңіздің мөлшерлеріңізге қарай жасасаңыздар болады. Әртүрлі түсінен таңдап, осылай солонка тәріздес қылып турап аламыз. Содан соң баклажандарымызды да осылай солонка тәрізді қылып турап аламыз, және де қызып тұрған майымызға қызартып қуырып алатын боламыз. Енді осы баклажан қуырып алған сұйық майымыздың үстіне тәтті болгар бұрышымызды қатты пісірмей қуырып алатын боламыз. Мінекей дәл осындай бағытта қуырып алатын боламыз барлығын. Содан соң біздің қиярларымызды осылай солонка тәрізді қылып, әдемі қылып турап аламыз. Содан соң помидорымызды турап аламыз. Осылай ішкі бөлігін алып тастаймыз, су шығып кетпес үшін. Солонка тәрізді қылып, помидорларымызды да турап алатын боламыз. Және жаңағы сұйық майымызды, осылай қалған сұйық майымызға біздің сәбізімізді де қуырып алатын боламыз. Қызартып, қатты пісірмей қуырып алатын боламыз. Осылай салатымыздың бетіне салып, дәміне қарай чесногымызды үккіштен өткізіп алдым мен. Сіздер турап салсаңыздар да болады. Аскөгімізді саламыз. Менде мұздатылған аскөк болды. Содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді салсаңыз болады. Жақсылап араластырып аламыз салатымызды және 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Дәмі сіңгенше, өзінің бойына алғанша. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді салат шықты. Әсемдікке бетіне күнжіт сепсеңіздер, өте дәмді тәбетті ашатындай болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.